Адал азамат мемлекет тірегі. Адал азамат бұл әділет, адалдық және азаматтық жауапкершілік қағидаларын ұстанатын тұлға. Ол тек заңға бағынып қана қоймай, ішкі моральдық қағидаттарға сүйенеді. Мұндай адам айналасына құрметпен қарайды, қоғам өміріне белсенді араласады, әділетті орта құруға талпынады. Адал азамат абстрактілі ұғым емес, өмірде бар тұлға. Мысалы, халыққа адал қызмет ететін мемлекеттік қызметкер, ниеті таза волонтер немесе кәсібін ашық жүргізетін кәсіпкер барлығы осы ұғымның шынайы көрінісі. Қазақстанда адал азамат ұғымы тәрбиелік бағдарламаларда, жемқорлыққа қарсы бастамаларда және азаматтық қозғалыстарда кеңінен қолданылады. Осындай азаматтар қоғамда сенім орнатып, елдің тұрақты дамуына негіз болады. Алайда адал азамат ұғымын тек волонтер, белсенді немесе мемлекеттік қызметкерлермен шектеп қарауға болмайды. Адал азамат бұл тек белгілі бір топтың міндеті емес, әр азаматқа тән құндылық. Бұл мәртебе емес, өмірлік ұстаным. Осы тұрғыдан қарағанда, адал азамат демократиялық қоғамның, институттарға деген сенімнің және заңның үстемдігін қамтамасыз ететін азаматтық мәдениеттің тірегі. Ол адалдық, жауапкершілік, ашықтық пен ынтымақтастықты ұстанатын тұлға бейнесі. Сондықтан адал азамат бұл оқушыдан бастап кәсіпкерге дейін, жұмысшыдан басшыға дейін кез келген азаматқа тән болуы тиіс үлгі. Сонда ғана адалдық пен жауапкершілік қоғамның ортақ нормасына айналады. Адал еңбек мәдениетін қалыптастыру және жемқорлықпен күрес әділетті қоғамның басты іргетасы. Адал азамат бастамасының мақсатты аудиториясы қоғамның барлық мүшесі. Бұл бастама нақты бір жас, кәсіби немесе әлеуметтік топтарға емес, әрбір азаматқа бағытталған. Ол әділетті, адалы және жауапты қоғам құру үстіне барша халықты тартуды мақсат етеді. Оған жастар, мамандар, мемлекеттік қызметкерлер, азаматтық сектор мен аға буын өкілдері кіреді. Негізгі мақсат жеке мінез құлықтан бастап, қоғамдық институттарға дейін ашықтық, азаматтық жауапкершілік және құқықтық сананы нығайту. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.